Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді пеште піскен тауық еті мен картопты дайындайтын боламыз. Сочный дәмді болып шығады. Ешқандай да дүкеннен дәмдеуіштерді қоспай-ақ үйдегі бар заттарды қосып, өте дәмді етіп, тауық еті мен картопты пешкада пісіретін боламыз. Ол үшін менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Ең алдымен құрғақ табағымызды алып, оған тазалап жуылған тауық еттерімізді біртіндеп салып шығамыз. Тауық етімізді салып болған соң, тазалап жуылып туралған өз қалауларыңызша турайсыздар. Көкөністерімізді саламыз, яғни сәбізімізді, тазалап жуылған картопымызды, өзімізге керекті көкөністердің барлығын рет-ретімен салып шығамыз. Енді кезекте пиязымызды саламыз. Мен пиязды осылай дөңгелек етіп турап алдым. Өз қалауларыңызша турайсыздар. Пияздарымызды жақсылап ашып алып, дәміне қарай қызыл, қара бұрышымызды саламыз. Қызыл қара бұрыштарымызды салып болған соң, өз қалауларыңызша саласыздар. Тағы да дәміне қарай тұзымызды саламыз. Мен бұл жерде 1 шай қасық тұз салдым. Барлығын жақсылап салып болған соң, тұзымызды салып болған соң, кетчупымызды саламыз. Кетчупты салып болған соң, менде бұл жерде майонез, чеснок және сарымсақ, укроп қосылған соус бар. Сол соусты да қосып жібереміз. Барлығын салып болған соң, дәмдеуіштерді үстінен міндетті түрде аз ғана сұйық майымызды салып, барлығын жақсылап бір-біріне дәмі сіңгенше, тигенше жақсылап қолдың көмегімен араластырып аламыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз, біркелкі етіп, еш жері қалып кетпеу керек. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, пешке салынатын табамызды алып, оның үстіне фольгамызды төсейміз. Мен алдын ала сұйық май жағып қойдым. Сұйық майды жағып, оның үстіне біртіндеп жаңағы араластырған тауық етіміз бен көкөністерімізді салып шығамыз. Барлығын салып алдық. Ендігі кезекте пешімізді қыздырып, қызып тұрған пеште 200 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менің каналым дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Міне бізде 45 минут өтті. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шыққан, түсі де, түрі де сулы, сочный болып шыққан. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Алдын ала рахмет. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты.